Құтлық Қаған болмаса, мен болмасам, түрік тағы болмаса еді дейді. Оның екінші сөйлемде айтады: егер Қапаған Қаған болмаса, мен болмасам, түрік тағы болмаса еді дейді. Оның үшінші сөйлемінде қатар жазған: егер Білге Қаған болмаса, мен болмасам, түрік қағанаты болмаса еді дейді. Бәріне бірдей кеңесші болғандығын үстіп айтып кеткен. Тарихшылардың айтуынша Тоныкөк 741 жылы 95 жасында қайтыс болған. Ал мына тастағы жазбаларды кейінгі ұрпаққа өсиет болсын деп өзі қашатып қалдырған десек, қазір онда түркі халықтарының ғалымдары зерттеу жүргізіп жатыр. Әлі де ашылмаған құпия көп. Бүкіл түрк халықтары үшін өте қасиетті бір жер. Өйткені бүкіл түрк халықтарының үлкен билікті, Білге бабасы Тоныкөктің анын комплекс дейміз. Мүмкін солай айтуға болады. Бұл ескерткіштер 725 жылынан бұрын тікілу керек солды. Өйткені Қытай деректерінде Тоныкөк туралы ең соңғы малумат 725 жылда кездесіледі. Бұл орталық Монголияның Бұлғын аймағындағы Шивет Улан деген жер. Шивет Улан қызыл қарауыл төбе деген мағынаны білдіреді. Мұнда екінші түрік қағанатынан тиесілі үлкен кешен мен елтеріс Құтлық Қағанға арналған ғибадатхана орналасқан. Шамамен 693 жылы салыныпты. Оның басқа тәу ететін орындардан ерекшелігі де бар. Ғибадатхана сол замандағы қала құрылымының негізінде тұрғызылған. Қорған болғанда оба емес, тобасы үлкен кешен, үй, сарай ретінде тұрғызылған. Бұның ішінде ғибадат етеді, тәу етеді. Сосын барып мына жібәрін тастан тұрсын, оның барлығы құлай мынау орта шұңқыр болып, орта шұңқыр болып қалған. Тарихи ескерткішті алғаш боп таныған Финляндия ғалымдары. Олар жол жазбасын ғана жасаған. Одан кейін Монголия зерттеушілері іске кірісіп, сипаттау түріндегі ақпаратты тарата бастады. Ал кешенді жіті қарап, әр бөлігін жіліктеген белгілі түркітанушы Қаржаубай Сартқожа болатын. Бұл елтеріс Құтлық Қағанға арналған дүние. Не олай дейсіз дегенде, ханның ғибадатханасы таудың үстінде таман. Моласы солай салынуға тиісті, дәстүр салты. Сол салт бойынша мынаға келіп соны орналастырған. Мына жағында міне екі өзен атақты. Күн үй өзені, сосын хан үй өзені. Осы екі өзеннің құйылысында осы кешенді орнатқан. Құтлық Қағанның мүсіні мынау. Неге хан деп отырсыз дегенде, қолында аса таяқ. Биліктің адамының қолында қай дәуірден бері қарай, біздің түріктің ата-бабаларынан бері қарай осындай аса таяқ ұстайтын болған. Елтеріс Құтлық Қағанның мүсінінде басы жоқ. Себебі Монголияға буддизм діні енген тұста шауып тастаған. Дегенмен оны Қазақстан ғалымдар тапты. Қазір Елтеріс Құтлық Қағанның бас мүсіні Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің қорында сақтаулы. Шивет Уландағы кешенде қойтастар өте көп кездеседі. Сонымен қатар жолбарысқа ұқсас мүсіндер бар. Олардың санында тауешкі бейнеленген. Ал тауешкі көк түріктердің, оның ішінде қыпшақтардың символы деп саналады. Мұндағы тағы бір тарихи жәдігер таңбалы тас. Онда 56 ру тайпаның таңбасы бедерленген. Олардың арасында Қарлұқ, Қыпшақ, Қырғыз, Хазар, Афшар сынды ірі ру тайпалардың таңбалары бар. Екінші түрік қағанат орнатқан кезде осыған қатысқан түрік тайпаларының барлығы келіп өз қолдарымен өздері таңбасын ойбасында қалдырған. Шивет Улан ғұрыптық кешеніндегі 56 тайпаның таңбасы қашалған мәңгі тастың көшірмесі 2015 жылы Астанадағы Халықаралық түркі академиясының музейіне қойылды. Бұл ескерткіш мәңгілік ел идеясының жалғасы іспетті. Ол ұлы дала ұрпақтарын ынтымақ пен ырысқа шақыратын ұстын. Түрік тайпалары қосылып ант берген. Ант берген уақытында үлкен бір ырысқа ақ құят, ол қымыз, сүт болуы мүмкін, басқа да. Әрқайсысы қолын тіліп, қан сорғалатып соған құят. Содан кейін барып, сол астан әрқайсысы ұрттап ішу керек. Бірімізбен біріміз соғыспаймыз. Бәріміз біріміз басымызды қосамыз деген мақсатпен сондай ант берген.